Қазақстанда ең жоғары жалақы шенеуніктер мен басшыларда. Бұл сарапшылардың мәлімдемесі. Елдегі басшылардың орташа жалақысы 518 мың теңге. Ал қазақстандық шенеуніктердің жалақысы қанша? Бірге анықтап көрейік. Аудан әкімдерінің жалақысы 330 мыңнан басталады. Мысалы, Түркістан облысы Төле би ауданының әкімі 330 мың 580 теңге алса, орынбасары 200 мың теңгеде алады. Бұл сомадан бірнеше есе көп алатын аудан әкімдері де бар. Мысалы, Атырау облысындағы бірқатар аудан әкімі 755 мың 485 теңгеден алады. Бірақ бұл әкімдердің 2020 жылдың тамызынан бастап алған жалақылары. Бұған дейін олардың жалақысы 2 есе аз болған. Адалдық алаңы жобасының акциясы негізінде мен өзім жалақымды жариялағым келеді. Тамыздың 1-не дейін 300 мыңның үстінде алып келген болсақ, қазіргі таңда бізге 2 есеге өсіріп отыр. Ал қала әкімдерінің жалақысы болса 380 мың мен 950 мың аралығында. Қала әкімдерінің жалақысы бойынша көш бастап тұрған Алматы басшысы Бақытжан Сағынтаев. Оның бір айлық еңбек ақысы 2 жыл бұрынғы мәлімет бойынша 950 мың теңге болған. Бұл салықты есептемегендегі жалақы. Ал жалпы Сағынтаев қолына 700 мыңдай алады. Қала әкімдерінің ішінде ең аз жалақы Атырау қаласының әкімі Қайрат Оразбаевта болып шықты. Әкімнің бір айлық жалақысы 380 мың теңге. Бұл аудан әкімдерінің жалақысынан 2 есе аз. Облыс әкімдерінің ішінде ай сайынғы еңбек ақысын ашық айтатындары да, жасырып айтпауды дұрыс көретін әкімдер де бар. Мысалы, Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарының әкімі жалақысы 766 мың теңге екенін ашық айтқан. Ал Шығыс Қазақстан облысын 2014 жылдан бері басқарып келе жатқан Даниал Ахметов жалақысы жариялауға жатпайтын ақпарат екенін айтқан болатын. Әзірге белгілісі тек 2 облыс әкімінің жалақысы. Здесь нет ни одного секрета. Все чиновники получают стандартную заработную плату со стандартным премированием. Все это зависит от стажа работы. У меня он, я думаю, в достаточной степени большой. Ал депутаттарға келер болсақ, парламент депутаттарының жалақысы 550 мың мен 800 мың теңге аралығында. Парламенттің өзі қос палатадан тұратыны белгілі. Оның ішінде мәжіліс депутаттарының жалақысы 2 жыл бұрынғы мәлімет бойынша 684 мың 874 теңге болған. Бұл сомаға депутаттың еңбек өтіліне қарай үстемесі қосылады. Қазақстандық шенеуніктердің жалақысы шамамен осылай. Ал сіздің жалақыңыз қандай? Төменге пікір ретінде айта кетіңіз. Арнамызға жазылып, алдағы күндері шығатын қызық топтамаларды өткізіп алмаңыз.